жас ақынмен сол айтыс біткеннен кейін ара қатынастарыңыз қалай болды? Оңбай таяқ жеп жеңілген болатынмын. Күйеуға сапарымыз деген астарында бір нәрсе жатқан сияқты. Стиліңізді бір жолата бір өзгертуге не себеп болды бұнда? Айтысты ең алғаш Қатимолла ағамыздың мақамымен бастаған. Ауыр мақамдардан бастаған екен. Айбек Қалиев оқушылар айтысына шыққан кезде мектеп директорын сынапты деген. Сондай әзілдерді сен шығарасың, сен шығарып жүрген әзілің шығар. Сол айтыстан кейін сізге бір арнайы тікелей жанама қысымдар болды ма? Жанама қысымдар болды ғой әрине. Армысыздар ағайын. Елдің өнерін ел арнада дәріптеу үшін сіздермен сенбіде қайта қауышып отырмыз. Эфирде өткен күннің өнегесін еске салатын кімнің есінде хабары. Бүгін біздің студиямыздың қонағы торғайдан топ жарып шығып, қазақ айтысына құбылыс болған, ақиқаттың алдаспаны атанған, айтыстың алғашқы ақтаңгері атанған Айбек Қалиев ағамыз. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Студиямызға дәл қазір осы сәтте Стамбул қаласынан келіп тұрсыз. Әуежайдан жаңа ғана келген бетіңіз. Бұл жолы қандай сапармен барып қайттыңыз? Әңгімені содан бастасақ. Күйеуға сапарымыз деген астарында бір нәрсе жатқан сияқты. Бұл жолғы сапарымыз өзімнің тікелей қызметімен байланысты. Мен қазіргі таңда Абырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институтында қызмет жасаймын. Сол институтымыздың шетелдік университеттермен байланысын одан әрі нығайту үшін Стамбул қаласындағы Мармара университетіне, содан кейін Түркиядағы Ниде қаласындағы университетке, Мугла қаласындағы университеттерге барып, жаңағы сол жақта оқып жатқан біздің академиялық ұтқырлық бағдарламасымен оқып жатқан студенттеріміз бар, солардың жағдайларын біліп, одан әрі болашақта осы тәжірибе алмасуға өзіміздің студенттерімізді, оқытушыларымызды, магистранттарымызды жіберу мақсатында бірқатар келісім шарттарға институт басшысы ректорымыз Ержан Әмірбекұлымен бірге сапарға барып қайттық. Содан келіп жатқан бетім саған ұсталып қалдым. Көптен бері күтіп жүрген сұхбат еді аға. Сізді айтыста ақиқат айтатын ақын деп таниды. Тіпті сіз қатыспаған айтыстарда көрермендер Айбек қайда деп залдан айқайлап жататын сәттері де көп болады. Айбек Қалиевтің пікірінше ақиқат деген ұғымға не жатады? Енді бір ақиқат деген абсолютті дүние ғой. Шындық көп, ақиқат біреу деп жатамыз. Менің ұғымымдағы мен бір керемет айтысқа шығып, ақиқаттың барлығын ақтарып, елдің көкейінде жүрген, шешілмей жүрген бір мәселелер болса, соны көтеріп шығуға талпындым, тырыстым. Қазіргі заманда шындық айтқышта, ақиқат айтқышта көбейіп кетті, оның жолы да оңай болды. Әлеуметтік желіге шығып алып, айта беруге болатын жағдай ғой. Енді ол кезде біз айтысты бастаған жылдары ондай орта болған жоқ, әлеуметтік желі болған жоқ. Блогерлері сол кезеңдердің өздеріңіз болдыңыздар. Сол кезеңде енді біздің сол мәселені көтеретін алаңымыз айтыс болды. Сондықтан да сол кезде шамамыздың жеткенше бір елдің көкейіндегі мәселені жеткізгіміз келді жоғары. Сөйтіп жүріп, соған үйреніп алдық. Алғашқы айтыстарында сол біздің Торғай облысы жабылып қалып, халықтың жанына қатты батты. Торғайдың 60-70% тұрғындарына шейін басқа облыстарға қоныс аударуға мәжбүр болды. Сол кезең менің жаңағы айтысқа алғашқы қадам басқан тұсыма сәйкес келді. Мен сол Торғай облысының мәселелерін көтеріп, кейіннен білімімді толықтырып, көрген түйгеніміз көбейіп, тәжірибе жинақтағаннан кейін жалпы ұлттың мәселелерін, қазақ халқының мәселелерін, алаштың мәселелерін алып шығуға тырыстық барынша. Қадыр ақын айтады ғой, өткізу үшін шындықты өтірік қостым аздаған деп. Сол секілді айтқан ақиқатым белгілі бір межесінен санаға дөп дейсін деп, өлеңде өтірік айтқан кезіңіз болды ма? Өзім біліп тұрып, саналы түрде айтқан өтірігім жоқ. Сол кездегі енді жаманды жақсылы 30 жылдай айтыстың сахнасына келе жатырмыз ғой. Сол кездегі деңгейімізде бір айтылған нәрселер бар шығар, бірақ саналы түрде әдейі айтқан өтіріктерім жоқ. Өзіңіз сынайтын жерде сынадыңыз, аямай айттыңыз. Өзіңіз сынды қалай қабылдайсыз? Сынды жақсы қабылдаймын, егер сын шын болса. Дұрыс қабылдаймын, дұрыс жағынан. Бір айтыста Амантай қажының айқайын естідіңіз бір айтыстан кейін. Сол секілді көрермендердің арасынан сізге бір сын айтқан айтыс сүйер ағайын табылды ма? Алғашқы кезіңдегі айтыстарыма сын айтқан кісілер болды. Менің осы 98 жыл мекен, 99 жыл мекен, осында
Айтақын ағаммен айтысымды, Айтақын ағамның базарыңда Евразия, ажарыңда Евразия дейтін айтысында сол Айтақын ағаммен айтысқан кезінде жақында марқұм болды. Жазбек Ештанаев деген университеттегі ұстазым бар еді. Сол кісі біраз сын айтты. Мен сол сыннан қорытынды шығарып, ары қаратай өзім ізденіп, бір басқаша бағыт табу керек болды ма. Сол сыннан қорытынды шығардым деп ойлаймын. Сондай жанашыр сын айтатын өзімнің ұстаздарым, өзімнің ортам болды. Ол сыннан қорытынды шығаруға тырыстық. Жаңа айттыңыз, торғайдың мәселесін үлкен сахнада көтердім алғашқы айтысымда деп. Міне сол айтысқа бір көз жүгіртейік. Серікқалиевпен сөз сайысыңыз Нұрхан Ахметбековтің мақамымен шыққан керемет Қосқалиевтің айтысы деп айтсақ болады. Сол айтыста сіздің туған өңіріңіз туралы ақиқатыңызға құлақ түрейік. Күлетін әңгіме айтпаған шығармын ол жерде. Торғай туралы күлетін әңгіме жоқ шығар. Жылап ал десеңші. Алдыңда сайысуда Қалиевтар, бұларда өздерінше ақиықтар. Дейсіз ғой Торғайдағы Қайғалиев ағасы, бізде сіздей нәниық бар. Қайсымыздың әкеміз бүлдірді екен, әйтеуір осында бір тарих бар. Көктемі арқалықтың күз сияқты, өткен күн қайта келмес түс сияқты. Рухани жан азығын айтпағанда, тән азығын табуда күш сияқты. Байыппен болашағым бағдарласам, алдары құлама жар құс сияқты. Өкімет арқалыққа бөлген қаржы, ұстасаң еріп кетер мұз сияқты. Ақырғы бокситтері біткеннен соң, пақырды кім елейді біз сияқты. Тоқ өтері аяғын ауыр қылып, үкімет тастап кеткен қыз сияқты. Бұл айтыс сіз үшін несімен ерекше есіңізде қалды? Жүсін ағамыздың алғашқы айтысына қатысқан кезінде марқұм досымыз Оразалы Досбосыновпен айтысып, оңбай таяқ жеп жеңілген болатынмын. Өкөлеп үміт артса алашымыз, алдымнан қарсы келмей жол ашыңыз. Ақ киінсем ақ жолтай болар бәлкім, ақ ниет ақ тілекпен жарасы біз. Ағасы ақтың бәрі кебін емес, болмасын бұған сірә таласыңыз. Ақ жол деп ұран салған ақ сауытты, арғынның ақ жүректе баласымыз ай. Ай, мен саған шындықты айтсам айдан аппақ, қалампырды қосқандай шайға баптап. Бүгін сен Айбек ақын солғынсың ғой, атың жайдақ кеткендей сайға тастап. Көзіңе әңкірнің күр көрінгендей, тіліңнен отырсың ғой тайғанақтап. Қайнаған суға келіп тап болдың ау, қаңғырған балапандай қаңғалақтап ай. Одан кейін бұл айтыс менің қолым емес екен деген сияқты ой болды менде. Айтыспай қояйын деген сияқты. Бірақ жанымда жүрген достарым жоқ, бір айтысқа шығып жеңілдім деп айтыс тастап кетесің, ол болмайды деп, содан кейін ізденіп, еңбек жасап, қайтадан екінші шыққан кезінде Алматының көрермені жақсы қабылдады. Айтысым да сәтті шықты. Менің айтысқа деген махаббатым қайтып оралды бұл айтыс. Мотивация болған. Мотивация болды. Оразалы Досбосыновпен айтысыңыз аға, басыңызда үкі, бөрік, мақам басқа. Ал сіздің есіміңізді елге кеңінен танымал еткен ол 2001 жылғы жекпе-жек айтыс. Сол кездегі
Айбектің бұрынғы Айбекпен арасында айырмашылық өте бір үлкен сияқты жер мен көктей деп. Стиліңізді бір жолата бір өзгертуге не себеп болды бұнда? Ол ізденіс үстіндегі кезіміз ғой. Әрбір мақаммен бір айтысып көрдік. Торғайдың мақамдарын, Нұрхан атамыздың мақамдарын алып шығу ойымызда болды. Бірақ енді ол Нұрхан ағамыздың мақамдары дауысты қажет етеді, әншілік шеберлікті қажет етеді. Енді мен бір керемет дауысым да жоқ. Оның үстіне жаңағы әншілік қабілетіміз де жоқ. Ол ауырлау болды. Содан кейін мен өзім айтысты ең алғаш Қатимолла ағамыздың мақамымен бастаған. Ауыр мақамдардан бастаған екен. Бастаған ағаммын мен өзі. Мектеп оқып жүрген кезінде. Сол ізденіс кезіндегі әртүрлі эксперимент тәжірибелер ғой. Соның қайсысы ыңғайлы. Одан кейін осы жаңағы жекпе-жек айтыстан бұрын осы Астана қаласында Ерғанат ат деген айтыс болды. Сол айтыста өзім Бекжан Әшірбаев ағамызды өте қатты айтыстарын ұнататын едім. Бекжан Әшірбаев ағамызға еліктеп осы әйгегім деген мақам жаныма жақты. Және өзімнің мінезіме де, қалпыма да өте жақын болып, бір киімді киген кезде қона қалады ғой. Сол сияқты осы мақам өзіме жарасымды болып шыға келді. Одан кейін бұл мақам жаңағы айтыс үстінде ойлануға да бір жақсы ыңғайлы мақам. Сондықтан осы әйгегімға көшіп, сонымен 25-30 жылдай айтыстық енді әйгегіммен. Торғайдың мәселесін, Торғайдың өкінішін, әттеген айын сіз жырламаған бір мәселесі жоқ шығар деп ойлаймыз. Әр айтыста айтып келе жатырсыз. Кешегі тілсіз жау келіп, төтенше жағдай жарияланды елімізде. Талай елді мекендер суға кетіп жатыр. Оның ішінде Жангелдин ауданы өзіңіздің Тәуіш ауылы да бар. 42 суға кеткен, әрине көңілді құлазытатын, қазақ болып қайғыратын нәрсе. Қазір енді елдегі ахуал қалай болып жатыр? Ол жақтағы ағайынның арыс тілегі қандай? Қазіргі таңда енді жағдай жүріп келе жатыр. Халық басындағыдай бір ажиотаждың барлығы басылып, қазір сабырмен қабылдап, шыдамдылық танытып отыр. Осы жерде айта кетерлік нәрсе, бүкіл Қазақстан жұмыла көтеріп, жаңа біздің басымызға түскен ауыртпашылықты көтере білді. Жан-жақтан көмектер келіп жатыр. Үзілген жоқ әлі күнге шейін. Көршілес, қоңсылас Ұлытау елінің азаматтары күні кеше көмегін беріп жатыр. Оның алдында Роза Әлқожа қарындасымыз хабарласып, өнер өкілдерінің жиналған ақшасына 2 вагон жасатып беріп жіберіп жатыр. Оның алдында өзіміздің әріптесіміз Айнұр және Қарекет қоры, одан кейін Абайбеги ағамыздың қызы 3 вагон жасатып беріп жатыр. Ал келіп жатқан гуманитарлық көмекте шек жоқ. Соның барлығы Торғай жұртының көңілінде біз ешкімге керек емес шығармыз деген бір ой жүретін еді ғой. Бірақ Торғай жұрты өзінің қазаққа керек екенін, билікке керек болмаса да қазаққа керек екенін түсініп, бәрін сабырмен қабылдап жатыр. Енді үкіметтің де назардан тыс қалып жатқан жоқ, көмек беріліп. Кеше ғана жақсы хабар жетті. Біздің ауылымызда жаңағы үйлері құлаған кісілерге үйдің құрылысы басталып кетті. Құдай қаласа, осы 2 айдың ішінде салып береміз деген уәде беріп жатыр. Арқалық қаласында да, Амангелді ауданында да мынау Қазақстан халқына қорының қолдауымен 100 үй салынатын болды. Біздің Торғай өңірінің өзіне. Сүйсінетін дүнием қазақтың бірлігі, қазақтың ынтымағы, бауырмалдығы қандай екендігін осындай қиын шақтарда біле аласың. Шынымен жұдырықтай жұмылып, көмек көрсетіп жатқан ағайынның ісіне көңіл тояды, көңіл марқаяды. Ал әттеген ай деп қарныңыз ашатын тұстары бар ма осындай қиын шақтарда? Енді әттеген ай дейтіндей жерлер көп қой. Енді біздің кейбір халықтың арасында жаңа бір масылдық психология байқалып болады осындайда. Бір ашкөздіктер байқалып қалады. Соны көрген кезінде шамалы көңілің жабырқап қалады. Анау бүкіл Қазақстанның бірлігін көріп, жұмыла көтеріп, жүкті жеңілдетіп жатқанын көріп, қазақтың бойындағы имандылығы әлі кетпеген екен ғой деп марқайып отырған кезінде жаңағыдай кісілердің сондай бір болмайтын нәрсеге жасаған қылықтары әрине адам мұңайтады.
Өзіңіз айттыңыз аға, оразалы дос болсындықтан оңбай таяқ жедім деп олай бір айтыста. Одан кейін Ораз ақынмен 2 рет айтысасыз. Бір айтысыңыз бар. Мұның бәрін байыппен бақсақ еді, тамырын дәлдеп тұрып бассақ еді, кирдің басын қанына шомылдырған тегіміз Томиристей қассақ еді. Күлтегін күн астына билік айтқан бабалар бізден гөрі асқақ еді. Керей мен Әз Жәнібек заманында қазағым қай жерінен ақсап еді. 300-дің басын қосып біріктіріп, Абылай талайларды жасқап еді. Сақтан деп шегір көзді сарылардан мөңкебей шортанбайлар қақсап еді. Ақышқа әскер көмек беретіндей олғандай шұғыласын шашпақ еді. Буш деген білік демес бүлік болды, қаптаған қырғын мұның бас дәлелі. Моникадан басқа да шаруасы жоқ, Клинтон бұдан гөрі жақсақ еді әгейді. Әскер беріп ақышқа аттандырмақсың тозаққа. Жетім сатып шетелге айналып тұрсың мазаққа. Боздақты беріп жасаққа, жетімді беріп қасапқа. Егеменді еркін ел негін туды қазаққа. Өзіңше қалжың айтып бүргендейсің, бос сөзге бошалаудан жиренбейсің. Арсылдап көлеңкеде өскен үйтті, маңқылдап күнге қарап үргендейсің. Ыржың етесің арсалаңдап, байқаймын күлкі буып жүргендейсің. Басқа жұрттың соры қайнап жатқан кезде неменеңе жетісіп күлгендейсің әгейға. Жаңа есім, жас ақын, халық ерекше өзіңізді қолдап отыр. Сонда айтыстың биік шыңы сен емессің деп айтасыз Оразға. Ораз ақынмен сол айтыс біткеннен кейін ара қатынастарыңыз қалай болды? Орекеңмен талай айтысқа бірге бардық, Қырғызстанға айтысқа бірге бардық, Өскеменге айтысқа бірге бардық. Ана бізге қызық қой енді. Ермек аға екеуі бірге жүреді, солардың қасына еріп, мен де жүрем. Бақтығұл мен Тектіғұл бар ғой. Орекең мен Ермек ағамыз мені Бақтығұл дейтін түрім сол кезде соған ұқсайды деп. Біздің алдымыздағы буын өкілдерінің бір риза болатын айтыста пышақтассақ та шыққанай құшақтасайық дегенді қатты ұстанады да. Ұмытпасам сол айтыстан шыққаннан кейін сол Орекеңнің үйіне барып жаттым ау деймін. Нағыз сыйластық. Иә. Бұл кезеңдер айтыстың алтын дәуірі десек болады шынымен. Лег-легімен ақындардың келген, әр ақынның өзінің қолтаңбасы, өзіндік айтыстағы орны, есіміңіз ел ішінде қалыптасып, өзіндік өрнегіңізді айтыста салған кезіңіз 2004 жыл жекпе-жек айтыстың басталған сәтіне тура келді. Рүстем Қайыртаймен жекпе-жек айтысқа шықтыңыз. Ағайын боп ойланалық, жүрмесін Қазақстан жайға қалып. Көрінген келімсекке жерді сатсаң, ақыр заман орнары айдан анық. Ресейге қосыламыз демейдім бе, меншікті жер алғанын пайдаланып. Өскемен мен Оралда болған жағдай, күн ертең шықпайды ма қайталанып. Ұйғырлар автономия болам дейді, соңына немістерін сайлап алып. Одан соң түрікпенен күрт шығады, мұрттарын қазақ берген майға балып. Жер сатып аладығын ақшамыз жоқ, біз сонда тұрамыз ба айға барып. Байқоңырдан тұрар ек айға барып, оны да орыс отыр пайдаланып.
Байқоңырды Ресей сатып алса, қазағым күн көреміз қайда барып әкиге. Одан кейін Мелс Қосынбаевпен жекпе-жек айтысыңыз бар. Бұл Айбек Қалиевтің өнердегі төлқұжатында алтын әріппен қалатын айтыс десек болады. Өйткені сол кездегі президент Нұрсұлтан Назарбаевқа дат айтқан айтысыңыз. Сезілсе саясаттан жатыныз ғар, алмайды қазақ деген атымыз нәр. Қарқарадай қарт бұқар болмасақ та, Дабыра ақын деген атымыз бар. Тікелей эфиріңді пайдаланып, үш ауыз ханға айтатын датымыз бар. Алланың да алдында заңыңның да үш ауыз дат айтуға хақымыз бар. Замананың зармыңын ханға айтуға, ақиқатын ашатын дәтіміз бар. Датымыз шекпендіге ұнамаса, міне басасыңыздар, атыңыздар әгейгәгін. Датымның біріншісі тілім жайлы, ислам иман тұтқан дінім жайлы. Орысша, ағылшынша сөйле деген бүгінгі тірліктегі ұғым жайлы. Тіл өшсе күні қоса өшесінін, шенеуніктер неліктен ұғынбайды. Парламентте осыны ашып айтпай, бастарын бостан босқа шыбындайды. Күнертең қаламдасу басталғанда, тілің өлсе болмайма күнің қайғы. Бір намазды бес қазақ бес түрлі оқып, дінімнің де жағдайы бүгін қайғы. Қаларада қоңызындай миссионерлер елімде сайран салып жымыңдайды. Осыны заң жүзінде тоқтатпасақ, сектадан секта туып құлындайды. Бүйте берсек бар қазақ шоқынды боп, тас құдайдың жанында қыбырлайды. Нұраға тілмен дінді көтеріңіз, қызған темір суыса ұрылмайды. Әйтпесе сырғы баққан уақыттың керуені кері қарай бұрылмайды әгейгәгі. Датымның екіншісі жерім жайлы, жерім деп еңіреген елім жайлы. Өзгенің бодауында кетіп жатқан асқар тау белмен белес көлім жайлы. Жерді сату, елді сату екендігін оқпайтын ел басқарған ерім жайлы. Жері тірідей айырылған жер анадан тірі жетім атанған шерім жайлы. Қазақтың жер алатын ақшасы жоқ, жерге қарық қыламыз келгін байды. Нұраға осы жайлы ойланыңыз, әйтпесе кешкелі тұр келін қайғы. Күнерден жаһандану зұлматында болмайды ма бір сүйем жерім қайғы. Егінімді себетін жер түгілі, өлігімді көметін көрім қайғы әгейгәгі. Датымның үшіншісі ауыл жайлы. Ауылда сорлап отқан қауым жайлы.
абориген болуға сәлек қалған, жабайы тірлік кешкен бауыр жайлы. Үкіметтен ауылдар күдер үзген, Құдайдан бас кешкімге жалынбайды. 2 жыл ауыл жылы дегелі де, бітірген ісі жоқ құр дабырлайды. 2-3 қана ауылды сылап сипап, бәрі де жақсы деуден жаңылмайды. Өзіңіз аралап бір көрмесеңіз, үкіметтің ауыл деп басы ауырмайды. Сізге жасалған декорациялық көріністі сіз кеткен соң қайта жинап қабылдайды. Нұраға ауылдарды көтеріңіз, сонда ғана жанданып арындайды. 3 жыл науқан дегенді тоқтатпасақ, сорымыз одан сайын қалыңдайды. 3 жылдық баяғыша 5 жылдық боп, сорымыз одан сайын қалыңдайды. 70 жыл орнамаған коммунизм 3 жылдың қырқасынан табылмайды. Қазақ сөзге тоқтайтын, уәжге көнетін халық қой. Жаңа басында айтып едім, әділ өнерге баға беріңіздер деп. Мынау Айбек шындықтың қанын шығарып айтқан кезде халықтың беті Айбекке қарай бұрылып, Қазақстан Айбекке дауыс беріп жатыр. Рахмет сіздерге. Сол айтыстан кейін сізге бір арнайы тікелей жанама қысымдар болды ма? Былай жанама қысымдар болды ғой, әрине. Қазір қатты қабылдамаймыз ғой. Сол кезде? Бірақ тікелей өзіме қатты қысым бола қойған жоқ. Кейбір алайын деп тұрғанда ала алмай, болайын деп тұрған кезде бола алмай қалған жағдайлар мен ғана кетті. Албай тікелей өзіме қысым жасалған жоқ. Өйткені себебі сол айтыстың үстінде көрермен болып, ол туған інісі Болат Назарбаев отырды. Жүрсін ағамыз да айтты. Нұрекең өзі естімесе де, осында інісі Болат бауырымыз отыр, жеткізіп барады деп сенеміз деп айтты. Қазір күліп қана еске алатындай оқиғалар ол. 2008 жылы аға, Бұхар жыраудың құрметіне үлкен Қарағанды облысында айтыс болды. Сонда сіз айтқан шумақ есімде екен. Ей, Абылай кім едің деп айтатын, бар қазақтан бір бұхары табылмай тұр деп. Тәуелсіздік алған жылдардан бері бұхардың орнын басты деп айталатын тұлға бар ма сіз үшін? Ондай тұлға жоқ. Өйткені себебі мен қазір де сол пікірдемін. Дәл сол кезеңде, сол кезеңдегі билікке бұл менің зиялы қауымға деген назым еді. Әйтпесе қазақтың маңдай алды небір марқасқа ақсақалдары бар. Солар бірлікте болғанда, солар билікті тыйып отырғанда, Бұхар сияқты тоқтау айтып отырғанда, Қазақстанның жағдайы мүлде басқаша болар ма деп ойлаймын. Ондай адамдар бола қоймады. Керісінше, сол біздің үміт күтіп жүрген адамдарымыз жағынуға қарай, жағымпаздануға қарай кетіп қалды. Мен сіздің айтыстарыңыз жатқа білем аға. Қазағым оянатын кезім келді, наркоз беріп қойған ба намысыңа деп. Содан бері 20 жылдан астам уақыт өтті аға. Наркоздың күші қайтты деп ойлайсыз ба? Батыстың қаңсығы таңсық болып, батыстан келіп жатқан көп нәрсе біздің қазақтың санасына кері әсерін тигізіп жатыр. Сосын мынау әлеуметтік желі, интернет, соған тәуелді болып қалдық қой. Сол тәуелділіктен қатты қорқам. Өйткені себебі сол виртуалды өмірде, виртуалды әлемде өмір сүретін қазақ көбейіп кетті. Ол өмірді сол әлеуметтік желідегі өмір деп есептейтін, одан басқа, одан сырт өмір жоқ деп есептейтін адамдар көбейіп кетті қазір. Қазір үлкені болсын, кішісі болсын, соның ішінде отыр. Сол әлемінде өзінше өмір сүріп жатыр. Ал мына сыртта өмір бар екенін түсінбейтін адамдар көбейіп кетті. Әсіресе ол мегаполистерде, үлкен ірі қалаларда көп сияқты. Арқалық сияқты шағын қалаларда да біз шынайы өмірге де шығып тұрамыз, әлеуметтік желіден былайырақ соны көріп жүрміз. Мен осыдан қатты қорқам. Мен осыдан 5-6 жыл бұрын өзім студенттеріме айтатынмын. Есірткіге тәуелділіктен,
алкогольге тәуелділіктен емдейтін психиатрлар бар ғой. Ертең түптің түбінде осы әлеуметтік желіге тәуелділіктен емдейтін психологтар шығады деп. Сол айтқаным келді, қазір Қытайда бастап жатыр осы жаңағы ғаламторға тәуелділік, әлеуметтік желіге тәуелділіктен емделе бастады жұрт уже. Нұртөре Жүсіп ағамыздан біреу сұрапты, осы телефон жоқ кезде не істеді екен адамдар деп. Сонда Нұртөре Жүсіп ағамыз айтады дейді. Не істеді дейсің? Мұхтар Әуезов Абай жолын жазды. Әбілхан Қастеев сурет салды. Шәкен Айманов кино түсірді. Сол ғой. Талай айтысқа шығып жатырсыз аға. Аяқтан шалғандар да көп. Халық жақсы көргенмен, қазының қысымын көрген айтыстарыңыз да көп. Өзіңіздің алдыңыздағы аға буын, ақындар, я болмаса ғалымдар сынап жатса, оны дұрыс қабылдайсыз деп ойлаймын. Ал өзіңізбен бірге айтысты қатар бастаған ақындар 9 қойып, 8 қойып құлатып жатқан кезде сахнадан шыққанда қалай болып қайтасыз? Ондай достарым бар. Әділетсіз де қойып жататын кездері бар. Жаман болып қалам. Көңілге қатты тиеді. Басқа адамның жасағанынан көрі өзіңнің жаныңа жақын адамдардың жаңағындай жасап отқаны көңілге қатты батады. Шығып алғаннан кейін жаңағы ренжіп тұрғанмен, өкпелеп тұрғанмен үйге барып жаңағыларды ақтап алуға тырысам өзімнен ше. Жаңағы айтысымды таразылаймын, мүмкін осы жері дұрыс болмаған шығар, соны ескеріп қойып отқан шығар деп. Үйтіп ақтап аламын ғой оларды. Қанша дегенмен ол айтыс өтеді, кетеді, ал өмір мәңгілік қой. Бала Айбекке бұрылайықшы аға. Албар Бөгет ауылында ол кезде. Ғалымжан Бекетов ұстазыңыздың сізді алғашқы Абайдың 150 жылдығына арналған оқушылар айтысына апарған кез 1993 жылдар. Сізден сұхбат алып отқан менің өмірге келген жылым сол кезде. Оның алдында Көкшетауға айтысқа барып келгенсіздер, иә? Айтысқа деген махаббат 2-ші, 3-ші сынып оқып жүрген кезімде басталды. Сол кездері біздің Торғай облысының ақындары, Жезқазған облысының ақындарымен, Көкшетау облысының ақындарымен жаңа командалық айтыс болды. Дәл сол 80-ші жылдардың соңғы бөлігіндегі қазақ айтысының жарқын жұлдыздары сол бізден өлкеден шыққан ақындар болды. Әсия Бергенов апамыз шықты, Қонысбай Әбілов ағамыз, Жадыра Құтжанова, Әлфия Орманшина, Бүркіт Бекетов деген біздің аға апаларымыз сол біздің өңірден шыққан дүркіреп тұрды атақтары. Біздің ауылда мынандай бір үрдіс болды. Әркімнің өзінің үйінде теледидар болса да, бір үйдің есіктің алдына текеметті төсеп тастайды да, телевизордан далаға шығарып, жаңа көшенің адамдары жиналып көреді. Соның барлығы бізге әсер етті. Айтыс біткеннен кейін көшедегі балалар қораның ішіне кіріп алып, біреуміз айыр, біреуміз күрек ұстап, бірімізбен айтысып, содан басталды ғой. Менде сол кезде арман болды. Менде осы кісілер сияқты шығып айтыссам ғой деп. Кейіннен Ғалымжан Бекетов деген ұстазымыз Қазақстанға белгілі әдіскер мұғалім, қазақ тілі мен әдебиеті пәнін тереңдетіп оқытатын сынып ашып, сол сыныпта оқыдық. Ол сыныпта әдеттегідей сыныптарға қарағанда қазақ тілі мен әдебиетіне сағаттар көбірек берілді. Өлең жаздыртады, арасында айтыстыртады. Сол бізді шыңдады. 10-шы сынып оқып жүрген кезінде оқушылар айтысына қатысып, аудандыққа қатыстық, облыстыққа қатыстық. Көкшетауға баратынымыз, мынау Мамай Ізтілеуов деген досым бар, ақын, қазір Қостанайда. Ол Амангелді ауданының атынан шығады, мен Жангелдин ауданының атынан шығам. Сол облыстық айтыста көзге түсіп, оқушылардың айтысында. Сосын мынау Көкшетауда студенттер айтысы өтейін деп жатыр деп. Құжат дайындайтын кездеріңіз бар. Сол бізге совхоз техникумда оқиды деп құжат жасап беріп, анықтама беріп, соған қатысқан кезіміз бар. Мен содан басталды. Енді Ғалымжан ағай алғашқы қадамымызға көп еңбек сіңірді. Айтыстарға барып жүрген кезінде баулып жүрген ұстаздар өзі де ақын болады ғой, мысалы. Ол кісі жай қазақ тілі әдебиетінің мұғалімі ақындығы жоқ еді. Бізді баулып өнерге қосты. Одан кейін Қонысбай ағамыздың тәрбиесіне келдік. Ағамызбен осы алғашқы таныстығыңыз жайлы айтып беріңізші. 1993 жылы Торғайда Шақшақ Жәнібек бабамыздың 300 жылдығына арналған үлкен той болды. Сол тойда айтыс болды. Бағила деген апайымыз бізді ертіп алып барды. Айтысқа барайық, қатысайық деп. Ол республикалық айтыс қой. Кім әкеп қоса қояды ол айтысқа. Сосын іздеп жүріп
ақындарды іздеп жұмыс сөйтсек, анау той төбенің басында киіз үйде ақындар отырған үйге кірсек, Көкен Шәкеев атамыз бастаған, Әселхан апамыз бар, Шорабек ағамыз, Әсия апай, сол кезде қазақтың мемінден Қатимолла ағамыз, Серік Құсанбаев ағамыз, Абаш Кәкен, барлығы отырды. Қанша апамыз бар. Сол кезде айтыстың майталмандары, солар отыр. Сосын осылай айтысқа қатысайық деп едік деп, Қонысбай ағаға жаңа Бағила апай айтып отыр. Сосын кіргізіп алды жаңа. Ол жерде Мамай да бар, Абзал деген Алпысып кластасым бар, Аязбек деген жігіт бар. Енді жаңадан талаптанып жүрген балаларымыз, 10-11 сынып оқимыз. Сосын кірген бетте алдында оқушылардың облыстық айтысында бас жүлде алған ғой. Ол кезде Қонысбай аға ол айтыста бола алмай қалған, бірақ естіген ғой енді. Айбек деген қайсың деді. Сосын менмін дедім. Қолыма домбыраны берді. Мына кісілердің бәріне, әрқайсысына бір-бір шумақтан өлең арнап шықты. Оған Көкен атамыздан бастап бір-бір шумақтан енді. Не айтқаным есімде қалмапты. Соның бәріне бір-бір шумақ өлең арнап шықтым. Жақсы қатысасың деді. Сөйтіп сол айтыста тұңғыш рет Бегар Шойбековпен айтыстық. Алғашқы үлкен айтысқа қадам сол жерден басталды. Солай таныстық. Кейіннен облыстық айтыстарда жаңағы ақыл кеңесін беріп жүрді. Одан кейіннен мен Ақмолада оқыдым ғой. Кейін Астана болғаннан кейін Қонысбай ағам осы Астанаға қоныс аударды. Содан кейін жаңа тікелей тәрбиесінде болдық қой. Осы ақындардың ішінде бір әзіл бар аға. Сіз естідіңіз бе екен, естімедіңіз бе екен? Айбек Қалиев оқушылар айтысына шыққан кезде мектеп директорын сынапты деген. Жоқ, әзіл. Сол секілді оқушылар айтысында бір сондай болған жоқ па? Жоқ. Сондай әзілдерді сен шығарасың ғой, сен шығарып жүрген әзілің шығар. Мен шыққан әзіл емес бұл енді. Бір ауылдан 5-6 ақын айтысқа қатар шыққансыздар, иә? Нағашбай Алпысовтың әніне жазылған сөзі Хамитбек Мұсабаевтың Қаншенгел поэмасын әлі күнге Ахмет Байтұрсыновтың өз дауысы деп тыңдап жүрген көрермендер бар. Қанша қандастар бар. Соларға бір ақ пен қараны ажыратып, Айбек Қалиевтің өз аузынан естейікші. Бұл туралы Астанада конференцияда ұйымдастырдыңыздар, бір кезде. Осы ақаңдар ақталып жатқан кезінде осы Алаш сиялылары бар. Содан кейін осы біздің Торғай төңірегінен соның ізін басып шыққан үлкен аталарымыз бар. Файзулла Сатыбалдыұлы деген мықты ақын, өзі қари кісі болған. Мынау Айқапта сол кездегі қазақ газетінде мақалалары жарияланып тұрған өте білімпаз кісі еді. Ахаңмен де таныс болған. Мынау Айдауда Мағжанмен бірге болған жаңа кісі Ақтеңізде. Бұл жаңағы тарихи шындық деген бар, көркем шындық деген бар. Енді бұл ақынның қиялынан туған, Ахаңның жаңағы Файзуллаға жазған хаты ретінде Қаншенгел деген поэма ғой. Ахаңның атынан жазылады. Соған біздің Нағашыбай Алпысов деген қазір Торғайда санаулы жыршылардың бірі. Сол ағамыз өзі мақамын шығарып, қазіргі тілмен айтқан кезде сол кезде хит болды. Әлі күнге шейін қолынан домбыра ұстайтын Торғайдың азаматтарының бұны айта алмайтыны жоқ. Қаншенгел деген өзі 59 шумақтан тұрады. Соны 5-6 жігіт бөліп айтып шыққан кезде Серзаттан қалған. Міне сол ғой. Енді кейіннен осыны біреу қазір ақпаратты тексермей, жаңа Абзалдың орындауындағы Қаншенгелді Орынбор архивінен Ахмет Байтұрсынұлының дауысы табылды деп біреу жариялап жіберді, сонымен кетті. Ағаң түрмеде отырып жаңағыны айтып отырған кезде біреу барып записпен жазып алады екен. Логикаға да келмейтін нәрсе ғой. Ең қиын нәрсе сол өзің көріп тұрған шындықты жұртқа дәлелдеу екен. Соны дәлелдей алмай дал болған жағдайымыз бар. Конференцияда ұйымдастырдыңыздар. Оған енді бір ағаларымыз жаңағы мойындағысы келмей конференцияда ұйымдастырып, жаңағы ол жақпен екі жақтың пікірін тыңдады. Өкінішке орай ана жерде 4 ғылым кандидаты отырып, екі бірдей жазушы отырып, онда да мойындата алмай кеттік. Бірақ дегенмен де ол ақиқат нәрсе. Торғай ақындарын зерттеуші ретінде мен анық айта аламын, бұл Хамитбек Мұсабаевтың поэмасы. Нұрхан Ахметбеков таң атқан балуан жайлы поэмасы бар. Дейді жұрт таң атқанды сүйікті адам тірескен балуандарын ұйықтаған. 4 адам қатар келіп төсек салса, кеңсейіп кеудесіне ұйықтаған деп жырлайды ғой. Қазақтың сөзінің құдіретіне осындай да таң қаласың. Сол таң атқан балуан сіздің атаңыз болып келеді. Одан бөлек
Ерлан естегеніңіз қазақ күресінен әлем чемпионы. Сіз бірден айтыскер болдыңыз ба, әлде осы балалықты күрестен бастадыңыз ба өзіңізді? Торғайдан екі адам келе жатса, біреу борец, біреу певец деген бір сөз бар еді кезінде. Біздің ауыл палуандардың ауылы болды. Менен басқасының бәрі палуан шығар. Сіз певецке кеттіңіз ғой. Певецке кеттік. Бірақ қазақша күрестен жеткен жетістігім Қонысқара Нұрғалиев деген ұстазымыз болды. Дене шынықтырудан сабақ берді. Торғай облысынан шыққан тұңғыш спорт шебері. 10 шақты кәдімгі спорт шеберін дайындаған кісі осы күрестен. Сол Қонысқара ағамыздың құрметіне арналған жарыста сол ауылда 3-ші орын алғам қазақша күрестен. Неше адам қатысты өзі? Сол біздің салмағымызда 4 адам болды. Сол біреуін жеңдім, біреуін жеңілдім. Сонымен сол қазақ күресіне жеткен жетістігім сол. Ал енді жаңа танытқан атамыз арасында да осы Орта Азияның абсолюттік чемпионы болған кісі 52 жасында ана тарихын зерттеген кезінде Алматы қаласында Орта Азияның мен Қазақстанның жаңағы жарыста абсолюттік чемпионы болған. Және қазіргідей емес, қазір енді Қазақстан барысы болу үшін әрі кеткенде 4 айналым, 5 айналым шығар күреседі. Ол жаңа 27 палуанды жығып жаңағыдай атаққа ие болған 52 жасында. Қонысбай Әбіловтің 50 жылдығына республикалық айтыс болды Астана қаласында. 2003 жылы, иә? Сонда Айтақын ағамызда өткенде сұхбатында айтты ғой. Ақындар бір күн қалғанда барлығы қонақ үйден кетіп, айтысқа қатыспай қалды деп. Сол айтысқа өзіңіз қатыстыңыз. Өзіңіз бас жүлдесін алдыңыз. Жүрсін Ерман ақындарға қатыспа деп хабарласты дейді сол кезде. Сізге бір қаһарын төгіп, болмаса бір ашуланбады ма одан кейін? Бұл жерде мына мәселені анықтап алу керек. Ол айтыс Қоныс ағаның 50 жылдығына арналған айтыс емес. Бұл айтыс ауылым алтын бесігім деп аталатын Астана қаласында жыл сайын өтетін дәстүрлі айтыс. Қонысбай аға енді сол айтысқа бүкіл ақындар келеді ғой. Солар менің де кешімде болып кетсін деп өзінің кешін сосын дастарханын дайындаған. Ол екеуі екі басқа нәрсе. Айтыс болады, айтыстан кейін бір күннен кейін Қонысбай ағаның кеші, дастарханы, тойы деген сияқты. Бірақ маған Жүрсін ағам маған звондаған жоқ, хабарласқан жоқ. Және ол үшін маған ренжіп бір қаһарын төккен де жоқ. Астананы қиып тұрып аға, Арқалыққа кеттіңіз. Ал сол кезеңдердегі жастық шақтарыңызда Қалқаман Сарин, Балғынбек Имашев, Дәулеткерей Кәбіл, барлығыңыз бір қатар жүрген жалындаған 20-25-ның маңайындағы жігіттерсіздер аға. Сол кезеңдерді еске түсірсек, қандай қызық оқиғалар есіңізде қалды? Ол кездегі оқиғалар өте көп. Біз енді Қалқаман екеуміз бірінші курстан бастап бірге жүрдік. Осында Қалқаман кезінде айтысқан, және өте жақсы айтысқан. Қыз бен жігіт айтысының шебері еді. Бірақ кейіннен жазба поэзияға қарай ауысып, сол жаққа кетті. Қалқаман екеуміз университетті бітіретін жылы Ақмола Астанаға айналды. Содан 99 жылы Дәулеткерей келді. Қоныс аударып Дәулеткерейді күтіп алды Қалқаман екеуміз. Одан кейіннен Балғынбек келді. Артынан Серікзат келді. Сол әдемі орта қалыптасты. Сол орта бір-бірімізді өсірді ғой. Кейіннен Мырзатай Жолдасбеков мынау Еуразия ұлттық университетіне ақындарды жинап, жаңағы айтыс ақындарын дайындайтын бөлім ашып, сол кездегі айтыстарды қарап отырсаң, жаңағы Еуразия ұлттық университетінің ақындары бәйгеге барса бірінен соң бірі келіп, жаңағы қатарласа шауып жүрген кезі керемет кезең еді. Енді ол кезде әртүрлі біреуге халықаралық айтыс болды, мен үшін кафедралық айтыс болды деп айтатын кез ғой Балғынбек аға. Сол ғой, бір жағынан жастық кезіміз, жаңағы Дәулеткерейдің машинасы бар, соған тиеліп алып, анда да барамыз, бұнда да барамыз. Мынау Балғынбекте Қалқаманда жүзу білмейді екен. Сол кезде мынау ескі вокзалдың бір моншасы болды. Сол моншаның бассейнінде Дәулеткерей екеуміз Балғынбек пен Қалқаманға жүзуді үйреткен қазақпыз біз. Енді оқиға көп, әртүрлі Серікзатқа қатысты, ұстазың Серікзатқа қатысты да, Дәулеткерейге де қатысты, Балғынбекке де қатысты. Енді әңгіме көп қой оның. Бір хабардың жүгі көтере алмайды. Оған бөлек хабар арналады. Иә. Әртүрлі кездерді еске түсіріп жатырмыз аға.
сізбен тілгеспек жоқ атты айтыста Балғынбек досым аса қымбаттым деп айтқан айтысыңыз бар еді аға. Сонда Балғынбек Имашевтың сізге арнаған бір шумағы бар. Сен едің айтыстағы асан қайғы Бұлайбек проблемадан бас алмайды. Қазақстанның жағдайы жақсарғанда Қалиевтің айтысы нашарлайды деп. Сол секілді сіздің айтысыңызда нашарламасын дейміз, әлі талай сахнада да күтеміз. Бірақ Қазақстанның жағдайы өсіп өркендей берсін. Асан қайғының аңсаған жер ұйығына жететін күн болсын деп тілеймін. Қазақстанның жағдайы көтеріліп, керісінше мен өзім тілейтінім, мен құрбандық болайын, менің айтысым нашарлай берсін, Қазақстан асқақтай берсін. Қарапайым халық аңсап отқан күнге жетейік, әділетке жетейік. Менің айтысым нашарлағаннан зиян да жоқ, пайда да жоқ. Сондықтан да нашарласа, менің айтысым нашарласын, Қазақстан жағдайы аспандап көтеріле берсін. 2016 жылы аға тағы бір сұрақ. Астана қаласында үлкен республикалық айтыс болды. Ол айтысты эфирден көрсететін болды. Дәл сол айтыста Айбек Қалиев жерді сатпа, мені сат деп айтты. Ол айтыстан кейін финалда болған жоқ, ол аяқ асты тоқтап, эфирдан да көрінбеді. Тіпті ол айтысты түсірген видео қайда екенін де білмейміз. Өзіңізге бұдан кейін бір ескертулер келген жоқ па? Желдің қайдан соққанын білдіңіз ба сол кезде? Ескертулер болды әрине. Сахнаның артында жүрміз ғой. Ана Болатбек бауырым екеуміз айтысып шыққаннан кейін ана жерде деген ажиотаж басталды. Мүйізі қарағайдай айтысты бітіп көріп отқан ағаларымыз тарап-тарап жоқ болып кетті. Жан-жақтан звоноктар болды дейді. Енді Жүрсін ағамыздан сұрасаң анық қанығын айтар. Сол айтыс финалына жетпей тоқтады ғой орта жолдан. Енді ол кезде нағыз күйіп тұрған мәселе болды. Айтылу керек болды. Көп болса жанымыз кетер, айтайық деп айттық. Енді оның әсері де болған шығар. Кейіннен әйтеуір жеріміз сақтап қалдық қой. Қысқа бір сұраға. Қазір Арқалықта Ыбырай Алтынсарин атындағы педагогикалық институттың деканысыз. Алдыңызға қанша жыл сайын шәкірттер келіп жатады. Сол жастармен тығыз байланыстасыз. Сол ертеңгі шәкірттердің, жастардың болашағын ойлағанда алдымен неден қауіптенесіз? Қазақстанның болашағы үшін қалай алаңдасам, олардың болашағы одан бөтен емес қой. Олар үшін де солай уайымдаймын. Біздің дайындап жатқанымыз мектеп мұғалімдері, шамамыздың жеткенінше соларға ұлтжандылыққа тәрбиелеп, ұлтжанды мұғалімдерді дайындап шығарамыз ба деген ниетпен жұмыс жасап жатырмыз. Аллаға шүкір, қазір Астана қаласында, осы солтүстік аймақта біздің түлектер жоғары бағаланады. Осы Астана қаласының мектеп директорлары, оқушының меңгерушілері келіп, аттай қалап алып кетіп жатыр. Тағы да айтып қоя салайын, биылғы Атамекен ұйымының рейтингісі бойынша жұмысқа орналасу жағынан біздің Арқалықтың педагогикалық институты 95%-бен бірінші орында тұр. Біз нағыз қазақ мектебінде сабақ беретін ұлтжанды кадрлар дайындап жатырмыз. Солар сабақ беретін мектептер жабылып қалмас екен деп тілеймін. Енді қайта керісінше соларға сұраныс көбейе берсе екен деп уайымдаймын, тілеймін. Бұл сұрақты қойып жатқанымыз аға, біздің ел арнасы да қазір жастар арнасы болып жаңа бағытқа көшіп жатыр. Сондықтан жастарға өзіңіздің айтар ойыңыз болсын деп сұрап жатқан сұрағымыз болатын. Өзіңіз айтысқан ақындарының ішінде ең мықты үш қарсыласты атап бере аласыз ба? Есіңізде ерекше қалған айтыс. Ең мықты деп... Ең мықты қарсылас демейік, ерекше есіңізде қалған үш айтыс. Мен айтысқандардың бәрі мықты. Ал енді ерекше қарсылас ол Оразалы Досбосынов, Бекарыс Шойбеков, Меліс Қосымбаев. Ақыннан бір шумақ өлең болсын, қолтаңба болсын. Бүгін кезек сізге келеді. Ел арна қоғамдағы анық тұрышын, қазақтың мәрт өнерін таныттырсын. Ағайын мынау кімнің есінде деп, жарқын сәтті елесіне салып тұрсын. Келесі аптада кездескенше аман сау болайық ағайын.